أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وفهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жамаат. Алла нәсіп етсе, бірінші әуелі пайғамбарымызға арнайы шынайы жүрегімізбен бір салауат сәлемдерімізді жолдайық, сосын бастаймыз. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Аллахумма салли аля саййидина ва набийина ва хабибина ва қуррат а'юнина Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллам. Амма ба'д. Келдік бірінші хадис. Аш-Шамаилул Мухаммадия кітабынан бірінші хадис. Кімнен жеткен екен? Ан Анас ибн Малик радiyallahu anhu аннаху сами'аху яқул. Анас бин Малик радiyallahu anhu да жеткен хадисте бұл сахаба былай дейді. Енді бірінші сабағымызда Анас бин Малик радiyallahu anhu туралы тоқталып өттік, айттық, қысқадан нұсқа қылып. Бұл сахаба былай деп риwayat қылып жатыр. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам лейса бит-тауилил баин. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның бойы өте ұзын болмады дейді. Өте ұзын бойлы болған жоқ пайғамбарымыздың бойы. Және вала бил-қасир, өте қысқа да болған жоқ. Өте аласа, өте қысқа бойлы да болмады, өте ұзын бойлы да болған жоқ. Қандай болған екен? Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам робаатан, орта бойлы болды. Пайғамбарымыздың бойы орта бойлы. Енді орта бойлы болса да, пайғамбарымыздың мұғжизаларынан бір мұғжизасы, басқа адам, бір адам мысал ойласа, так, пайғамбарымыздың бойы орташа бойлы, бірақ мына адам бойы чота ұзын. Осы пайғамбардың қасына барса, пайғамбардың бойы пәстеу болып қалатын сияқты, аласа болып қалатын сияқты деп ойласа, пайғамбарымыздың мұғжизасы, қанша бойы ұзын адам қасына келсе де, ешқашан пайғамбарымыз төменнен жоғарыға бүйтіп қарамаған. Керісінше жоғарыдан төменге қараған екен бүйтіп. Сол үшін әрқашанда мынандай ұзын болып тұрады дейді. Бұл риwayаттарда келген. Бұл ненен белгісі? Пайғамбар себебі. Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллам пайғамбарымыз ұлық адам. Ол кісіге Алланың елші қылып, пайғамбары қылып, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Құранда аят бүкіл пайғамбар, бүкіл адамзат баласына пайғамбар болып келіп жатыр. Бүкіл пайғамбарлардың пайғамбары бар, біздің пайғамбарымыздың пайғамбары жоқ. Бүкіл пайғамбарлардың пайғамбары кім? Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллам, ал біздің пайғамбарымыздың пайғамбары жоқ. Пайғамбарымыздың есімі аталған уақытта салауатты ұялмай дауыстарымызды шығарып айтып отырайық. Себебі пайғамбарымыз айтады: "Мен салла алейя салатан вахидатан", кім маған арнап бір салауат айтатын болса, саллаллаху алейхи биха ашран, Алла тағала оған 10 жақсылық береді, 10 рет салауат айтады ол адамға деп айтқан екен. Сол үшін пайғамбарымыз есімі аталған уақытта саллаллаху алейхи ва саллам деп айтып отырайық. Ал пайғамбарымыздың есімі аталған уақытта салауат айтпаса бір мұсылман, ол адамның жүзі жерге сүйретіліп тозаққа кірсін ба деп Жәбірәйіл періште сұрағанда, пайғамбар не деді? Әмин деді, кірсін деді. Білесіздер ол хадисте, мәшһүр, барлығымыз естідік. Пайғамбарымыз мына неге құтпа оқу үшін баспалдақтарды басып шыққан кезде, ең бірінші мына баспалдағын басқанда әмин деді, екіншісін басқанда әмин деді, үшіншісін басқанда әмин деді. Сахабалар түсінбей қалды, неге пайғамбар әмин әмин деп жатыр? Мағынасы, я Аллахым қабыл қыл деген сөз. Жұмадан кейін сұрадық дейді, я Алланың Расулы, осы күнге дейін мынандай нәрсені жасамадыңыз, неге әмин деп 3 рет айттыңыз деп сұрағанда, мен бірінші анау баспалдағын басқанымда Жәбірәйіл періште келіп сұрады дейді. Жаңағыдай оразаны ұстап, сосын күнәсі кешірілмеген күйде шығатын болса оразадан,
Ораза келді, оразан бастап ұстады, ораза бітті, бірақ күнәсі әлі бар, кешірілген жоқ. Ондай адам тозаққа кірсін ба дейді, беті сүйретіліп жерге. Кірсін дейді. Сосын сенің жаңағы есімің аталған уақытта саған салауат айтпағандардың да жүздері жерге сүйретіліп тозаққа кірсін ба деп сұрайды. Дұғаны қылып тұрған кім? Дұғаны қылып тұрған Жәбірәйіл періште. Әмин деп тұрған кім? Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар. Ол дұға 100% қабыл ғой. Сол үшін пайғамбарымыздың есімі аталғанда салауатты айтып отыруымыз керек. Не айтып өтедік? Бойы өте ұзын болған жоқ, өте қысқа да болған жоқ, орташа бойлы, бірақ бір мұғжизасы ұзын адам қасына келсе де пайғамбарымыз әрқашан одан ұзын болатын болған. Мынанша. Вала бил абияди ал-амхақи. Пайғамбарымыз және аппақ түсті болмаған. Денесінің түсі аппақ болмаған, яғни альбинос сияқты болмаған. Мысалы, жаңа шаршы болсын, сақалы болсын, қас-қабағы аппақ кісілер болады, альбинос. Ондай болмаған пайғамбарымыз. Және вала бил адам, қара түсті, қара нәсілді адамда да болмаған. Қап-қара да болмаған, аппақ та болмаған. Бұл жерде шәріхте жазылған, қызыл аралас, ақ түске қызыл аралас сондай бір түсті болған. Не аппақ емес, не қап-қара емес, қызыл аралас. Сол үшін кітаптарда айтылады, дене түстердің ішіндегі ең әдемі түс, ол аппақ түс емес дейді. Альбинос сияқты. Немесе қап-қара, қара нәсілді, негр сияқты емес дейді. Ең әдемі түс, дене түсі. Ол осы пайғамбарымызда болған екен. Ақ түске қызыл аралас. Пайғамбарымызда сондай болды дейді, денесі. Және вала бил жадил қатати вала бис сабти. Пайғамбарымыздың шашы қатты бұйра болмады. Және вала бис сабти, және өте түзуде болған жоқ дейді. Өте түзуде болған жоқ шашы, жайылғанда болған жоқ, және қатты бұйрада болған жоқ. Осы екеуінің арасында болған. Орысша айтқанда волнистый. Сондай болған пайғамбарымыз шашы. Ба'атаху Аллаху та'ала аля ра'си 40 санатан. Алла Таала пайғамбарымызды 40 жасында пайғамбар қылды. 40 жасында, 40 жасын бастарында, 40 жасында пайғамбарлық берді пайғамбарымызға. Негізі көп кітаптарда пайғамбарлардың көбі 40 жасында пайғамбар болған. Көбісі. Себебі 40 жас уже ақыл тоқтатады. Сол үшін пайғамбарлық берілетін жас негізі 40 жас. Сол үшін біздің пайғамбарымызға да 40 жасында пайғамбарлық берілді. Фаақама би Макката 10 синина. Меккеде 10 жыл өмір сүрді дейді. Қазір ойлауларыңыз мүмкін, ей молдеке тоқта, не айтып кеттің? Меккеде қанша еді негізі? 13 жыл. Ва бил Мәдинати 10 синина. Ал Мәдина қаласында 10 жыл өмір сүрді. Енді Анас бин Малик радиаллаху анху бұл жерде былай деп айтып жатыр. Жеткізуші, риwayatшы Анас бин Малик радиаллаху анху. Меккеде де 10 жыл өмір сүрді дейді. Мәдина қаласында да 10 жыл өмір сүрді дейді. Негізі біздің білетініміз Меккеде 13 жыл. Бұл жерде ғалым уламалар айтады. 13 жыл дейді негізі. Неге? Себебі алғашқы 3 жыл жасырын дағуат қылды пайғамбарымыз. Ал кейін 10 жылды ашық түрде дағуат қылды пайғамбарымыз. Енді бұл жерде Анас бин Маликтің жалпы түрде айтып жатыр, ашық түрде дағуат қылғанын айтып жатыр 10 жыл деп. Негізі 13 жыл. Негізі 13 жыл. Сұраса, мысалы бір адам, пайғамбарымыз Меккеде қанша өмір сүрді, қанша жыл дағуат қылды десе, 13 жыл дейсіз. 3 жыл жасырын, 10 жыл ашық түрде. Ал Мәдинада 10 жыл болды. وَتَوَفَاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ 60 سَنَةً. Пайғамбарымыз неше жасында қайтыс болды? Неше? 63 жасында. Мен 60 жасында десем, дұрыс па? Қате ма? Или 65 жасында десем. Сіздермен талассам осылай, диспут қатысып. Дәлел бар ма? Бұл жерде енді Анас бин Малик радиаллаху анху айтып жатыр, Алла Тағала пайғамбарымыздың жанын, яғни пайғамбарымыз 60 жастарының бастарында қайтыс болды дейді. Арабтарда мынандай нәрсе бар. Мысалы, адам 61, 62, 63 жастарында болса, арабтар 63 жаста 62 деп айтпайды,
60 жастар деп сөйлейді. 60 жастарында, 60 жастардың басында деп жалпы айтады арабтар. Немесе адам 67, 69, 70-ке жақын болса, 70 жастарында деп қояды. Сосын бұл жерде 60 жастарының басында деп жатыр. Детально дұрыстап ашып тоқтайтын болсақ, 63 жасында қайтыс болды пайғамбарымыз. Риуаят үш түрлі. 60 жас деп осын алады. Кейбір ғалымдар 65 жас деп те алады. Бірақ ең сахи дұрысы, көп айтылатыны 63 жас. Я. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның шашынан және сақалынан аппақ тал шаштарын санағанда 20-ға жетпейтін еді дейді. Бұл ненің белгісі? Адам қартайған сайын керісінше оның басындағы шашы, сақалы егер болса, оған ақ түсіп ағарады ол. Қартайғанның белгісі, әлсіреп бара жатыр, күш кетіп бара жатыр бойынан. Баяғыдай тепсе темір үзетін, сүйсе ерін үзетін күш жоқ. Әлсіреп кеткен, шал болып бара жатыр, ақсақал кетіп бара жатыр. Бірақ пайғамбарда ондай болмаған. Пайғамбар жасы үлкейген сайын, міне сахабалар айтып жатыр, санасақ дейді, шашы мен мубарак, сақалының арасында аппақ тал шаштарын санағанда қосқанда 20-ға жетпейтін еді дейді. Ал пайғамбарымыз құрдасы, досы, оң қолы, халифасы кім? Абу Бәкір радиаллаху анхудың ол кезде ақ еді сақалы, көп еді ағы. Құрдасы болса да, бірақ пайғамбарымыз керісінше жасы үлкейген сайын бойында күш қуаты мықты болған, мықты кісі болған. Қазір 50-ге жетіп келе емес, қазір 30, 35, 40 жасқа келген өзі шашы ағарып, тісі түсіп, шашып бітіп жүр ғой. Бұрынғы батыр аталарымыз тамақ жейді екен, ет жеп, сорпа ішіп, сол ет, сол сорпаның күші, сол батырды, атамызды соғысқа апарады екен. Бір жерден бір жерге тасиды екен жаңағы тамақтың күші. Қазір тамақ жейміз, тамақты тасу жоқ та, біз анда-мында пайда жоқ, витамин жоқ. Екінші хадис. Кіммен жеткен екен? Анас бин Малик радиаллаху анхудан екінші хадисте. Енді бұл жерде қосып айтатынымыз хадис ұқсайды бір-біріне. Себебі жеткізіп тұрған адам, бір адам. Хасан аль-Джисми. Анас радиаллаху анху былай дейді. Пайғамбарымыздың денесі өте әдемі денелі болған пайғамбарымыз. Яғни, мысалы, оң жақ қолы, сол жақ қолынан ұзын, қысқа деген нәрсе жоқ. Бірдей, бірдей. Оң жақ аяғы, сол жақ аяғымен бірдей. Мысалы, кейбір адамдар болады, бір аяғынан ұзын, немесе бір қолынан қысқа, немесе ұзын, бір көзінен үлкен. Бәрімізде осы жерде отқан, денемізде бір минус ақау бар. Бәрі бір жерімізде бар. Біреудің тісі қисық, біреудің беті қисық, біреудің шашы өспейді, біреуді өссе де түсіп жатырады, біреудің қолы қисық, сынған, бір нәрсе, анау, мынау. Ол үшін бізде бір минус бар. Бірақ пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның денесі өте әдемі денелі болған, бірдей болған. وكان شعره ليس بجعد ولا بالسبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. Пайғамбарымыз жүрген уақытта, жүрген кезде асығып тез жүретін еді дейді. Бұл сөздің бір мағынасы осы. Екінші мағынасы, жүрген уақытта пайғамбарымыз теңселмей түзу жүретін еді дейді. Бейтіп жүрмейтін еді дейді, былай. Баратын жеріне түзу баратын еді. Үшінші бір мағынасы, немесе аяғын жерге нық басатын еді дейді. Яғни, аяғын сүйретіп жүрмейтін еді дейді. Мысалы, кейбір адам болады, тәпішке киіп алады, гәлөш киіп алады, сүйретіп жүреді. Ондай болған жоқ пайғамбарымыз. Аяғын нық басып, теңселмей баратын жеріне түзу баратын еді, және шапшаң тез қозғалатын еді пайғамбарымыз. Кім айтып жатыр? Анас бин Малик радиаллаху анху айтып жатыр. Үшінші хадис. Кімнен жеткен екен? Анил Бара ибн Азиб радиаллаху анху яқул. Бара ибн Азиб. Бұл сахабадан келген екен. Бара ибн Азиб радиаллаху анху. Енді өткен дәрісімізде айтқанымыздай сахабаларға
тоқталып өтетін едік. Бұл сахаба қысқаша бір тоқталып өтейік. Жақсы ма? Сосын оқимыз. Жалғастырып. Бара бин Азиб радиаллаху анху Мәдина жеріндегі екі үлкен тайпа болса, соның біреуі Әус тайпасынан болған. Әкесі Азиб деген кісі, ол да сахаба. Сахаба баласы сахаба деген атағы болған. Өзі Бара, әкесінің аты Азиб. Әкесі де сахаба, өзі де сахаба. Кішкентайынан сахаба болған кісі. Бара радиаллаху анху. Пайғамбарымыз Меккеден Мәдинаға көшпей тұрып, хижрет қылмай тұрып, алдын ала бір сахабасын Мәдинаға жібереді. Сен сол жердегі мұсылмандарға дінді үйрет, ұстаз бол деп. Мен келгенше сен сол жерде ұстаз болып жүре тұр дейді. Кім ол сахаба? Қап, дұрыс айтты, иә. Тапқан адам ақша берем деп айтайын деп жатқан едім. Жақсы oldu айтпаған. Тапқан адам ақша берем дейін деп жатқан едім. Алла разы болсын. Мус'аб бин Умайр радиаллаху анхуды Мәдинаға жібереді. Сабақ үйрет деп. Сөйтіп осы кісіге шәкірт болған адам. Бара радиаллаху анху. Бәдір соғысына қатысқысы келеді. Бұл сахаба бір жағынан Анас бин Малик радиаллаху анхудың құрдасы. Бұл да 10 жасында сол кезде. Анас бин Малик радиаллаху анху неше жасында қатысқан еді Бәдір соғысына? 12 жасында. Бұл да құрдас енді. Арасы сол, шама. 12-11 дос екеу. Сөйтіп соғысқа қатысқысы келеді, бірақ пайғамбарымыз жасың кіші деп қатыстырмай қойды. Қатыспайсың дейді. Бірақ Анас бин Малик радиаллаху анху қатысқан еді. Бір жерде күзет қылып, жаңағыдай тұрған еді бір жерде қарап. 15 жасында Ухуд соғысына қатысады ғой. 15 жасындағы бала. Қазір бізде 15 жастағы не істеп жүр? Қолында телефон, TikTok, лайк, майк, Instagram, басқа грамм, қандай грамм, любой грамның бәріне кіріп кеткен ғой біздің жастар. Қазір кітап оқитындар өте аз ғой. 15 жасында Ухуд соғысына қатысады, содан кейінгі барлық соғыстарға қатысады. Пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи уассаламмен бірге бір сапта кәпірлерге, мушриктерге, имансыздарға қарсы қанша соғысқа қатысқан. Білесіздер ме? Ал осыны айтсаңыздар ақша беремін. Асеке, бисмилля. Қиында болып кетті дейсіз. Пайғамбармен бірге бір сапта кәпірлерге қарсы қанша соғысқа қатысты? 14 немесе 18 соғысқа қатысқан екен. Бара бин Азиб радиаллаху анху пайғамбармен бірге 14 немесе 18 соғыста болған сахаба. Бұл сахабаны әдейі айтып жатырмын, қазір оқылатын хадис сол кісіден жетіп тұр. Сол үшін дұрыстап тыңдайық дегенім қандай сахабалар бізге жеткізіп жатыр. Анау бір кино шықпай тұрып, алдын ала 2 минут, 1,5 минут фрагманын, трейлерін береді ғой. Бәрі қызығамызды күтіп жүреміз сосын. Біз ұстаздар солай еді, қызықтырады да, келесі дәрісте айтамын дейді, жалғасын. Дұға қылатын едік сосын. Ұстаз, тек жаның шығып өтпесінші, Алла жаныңды алмасыншы, тірі жүріңізші тек, қайтыс болып өтпеңіз. Біреулер бүйтіп айтатын еді, менің жанымнан алсын Алла Тағала, ұстазымызға берсін деп. Ол қате сөз, ол бүйтіп қылмаңыздар. 305 хадис риwayat қылған. Жаңағы әл-муксирун деген кісілердің арасына кірмеген. Айттық қой өткен бірінші сабағымызда, әл-муксирун кімдер олар? Ең көп хадис жеткізген 7 адам болса, оның ішінде Анас бин Малик радиаллаху анху бар, бірақ бұл кісі кірмейді. Себебі 305 хадис риwayat қылған. Сол 305 хадистің 15 хадисі имам Бухариде келтірілген, сол жерде зікір қылынған, сол жерде риwayat етілген. 6-ы имам Муслимде, қалғаны 284-і Ахмед бин Хамбалдың Мустанында риwayat қылынған. Енді бұл сахабаның бір өзгеше жерлері. Бұл сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тірі кезінде қандай нәрселер жасаған болса, дәл сондай қылып жасайыншы, солай қылып жасайын, қылайын, істейін деп қатты мән беретін сахаба екен. Мысалы, кейбір сахабалар болған ғой. Кетіп бара жатады да, алдында ештеңе жоқ, үстінде ештеңе жоқ, ап-ашық аспан, кетіп бара жатып, тоқтап, басын төмен түсіріп, сосын барып, біраз жүргеннен кейін басын көтеріп, жалғастырып кетеді екен. Басқа адамдар көрген, жүгіріп барып сұрайды, не істеп жүрсің? Десе, пайғамбардың қылғанын қылып жатырмын деп айтады екен. Неге?
бұрын қанша жыл бұрын осы жерде бір ағаш бар еді, пайғамбарымыз басын түсіріп өтті. Сол үшін мен де пайғамбар осы жерден сол нәрсені қылды, мен де қыламын, мен де жасаймын деп айтады екен. Бірақ ол жерде ағаш жоқ. Сахабалар сондай болды. Пайғамбар не жасаса дәл сондай қылып істейтін болған. Сол үшін бір сөз бар, кітаптарда келеді: "Мән қаллада алиман лақияллаха бихи салиман." Кім бір ғалымның, ғұламаның қылғанын қылатын болса, енді айтқан айта алмаса да, дәрет жаңартқанда былай қылып дәрет жаңартады, намаз оқығанда былай қылып оқиды, былай жатады, былай тамақтанады, мен де соған ұқсайын деп сөйтіп жасап жүрсе дейді, қиямет күні солармен бірге тіріледі дейді. Сол ғалым сияқты болып тіріледі дейді. Енді бұл кісі де пайғамбарды көрген кісілер, сол үшін пайғамбар не жасаса соны жасайтын адам екен, қайталап. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тірі кезінде сапты, намазын сапын пайғамбардың өзі дұрыстайтын еді. Басқа ешкім дұрыстамайды, пайғамбарымыз өзі дұрыстайды. Өзі имамдыққа шығады пайғамбарымыз, және сапты реттейді, қарайды. Саптан біреу алға шығып кеткен болса, барып көркем түрде алақанымен жаңа адам төсінен ағарата итереді екен бет кеудесінен. Жаңағы сапты дұрыстаңыз деп. Саптың ар жағына кетіп қалған біреу болса, иығынан ұстап, иығынан немесе қолынан ұстап тартады деді пайғамбарымыз. Дұрыстайтын еді. Мысалы бір күні намаз оқып тұрған уақыттарында пайғамбарымыз сахабалар, мысалы Нуъман бин Башир радиаллаху анхума былай дейді: "Мен естідім" дейді, пайғамбарым бүйтіп айтқанын естідім дейді. Енді араларында бір кісілер сапты бұзып тұрған, дұрыс емес тұрған. Сол кезде пайғамбарымыз реттеп, дұрыстап, және мына бір сөзді айтты дейді хадисін: "Ла тусаввунна суфуфакум ау ла юхалифанналлаху байна вужухикум." Саптарыңды түзеңдер, айтпаса Алла жүректеріңе қайшылық түсіреді. Осы сөзді айтты дейді. Немесе басқа бір риwayatта: "Саптарыңды түзеңдер, расында саптарды түзету намазы толықтырады." Осындай да бір хадис бар. Немесе мынандай да бір хадис бар. Пайғамбарымыздың айтқаны: "Намаздың қабыл болуы, дұрыс болуы саптың түзу болуына байланысты." Немесе саптың түзу болуы, дұрыс болуы намаздың қабыл болуына байланысты. Осыны естідік дейді. Нуъман бин Башир радиаллаху анху айтады. Енді оның арасында кімде де болды. Бара бин Азиб радиаллаху анху да болды. Сөйтіп пайғамбарымыз дүниеден өткеннен кейін осы нәрсені бұл сахаба қолға алған екен. Пайғамбарымыздан кейін жайлап шығады дейді, жаңағы саптың алдына дұрыстайды дейді. Жаңағы шығып кеткенді кеудесінен алақанымен итереді, кіріп кеткенді, ажаны өтіп кеткенді тартады, бері қарата. Осыны жасаған екен бұл сахаба. Түсінікті ма? Сол сияқты мысалы бір адамды бұл кісі жолда кездестіреді, мұсылман бір адамды, досы, бауыры, тоже сахаба кісі амандасады да, жаңа сахаба қолын тартып алғысы келсе, қолын жібермейді екен. Жаңа Бара бин Азиб радиаллаху анху ұстап алады екен қолынан. Сосын жүзіне қарап, жымиып, жылы жүзбен қарайды. Сол жаңағы сахаба түсінбей қалады. Бұның хикметі не, бұның мағынасы не істеп тұрсың дейді. Сонда Бара бин Азиб радиаллаху анху былай дейді: "Дәл осы сұрақты мен пайғамбарымыздан сұраған едім" дейді. Жаңа айттық қой, пайғамбар не қылса соны қылатын сахаба деп. Қанша жыл бұрын, немесе қанша уақыт бұрын мен де пайғамбарымызбен осылай далада амандасқан едім көшеде. Сол кезде пайғамбарымыз менің қолымды ұстады да, маған жылы жүзбен қарап, былай деп айтты дейді: "Екі мұсылман бір жерде кездесіп қалып, ассаламу алейкум десе, мысалы, ол да бір басқа бір хадис. Ассаламу алейкум десе 10 сауап несі болады. Жаңағы ва рахметулла десе тағы 10 сауап, ва баракатуху десе тағы 10 сауап, 30 сауап несі болады. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху деп амандасқан үшін әр қайсына 10 сауаптан. Соны естіген адам ва алейкум ассалам ва рахметуллахи ва баракатуху деп жауап берсе егер, өзі біледі. Тек қана ва алейкум десе де болады, ва алейкум ассалам десе де болады. Ол да 30 сауап несі болады айтқан сайын. Себебі Алла Құранда: "Астаиду билла бисмилла ва ида хуйитум би тахиятин фахайю би ахсана минха уруддуха." Садақаллахул азим. Сіздерге сәлем берілген уақытта дәл сондай қылып, немесе одан да әдемі қылып жауап беріңдер дейді. Сол үшін сәлем беру сүннет, жауап беру парыз, немесе уәжіп. Парыз болғанда қандай парыз? Кифая. Мына жерде міне 40-30 адам отырып па, сырттан бір кісі келіп ассаламу алейкум десе, бәріміз отыра берсек сұхбат тыңдап, бәріміз күнәһар боламыз. Ешқайсысы жауап бермесе. Бірақ бір адам тыңдап ва алейкум ассалам келіп отыр тыныш десе, мысалы, бәріміздің мойнымыздан түседі. Жаназа намаз сияқты ғой. Енді келдік. Сөйтіп пайғамбарымыз айтты дейді: "Екі адам бір-бірін көріп, екі мұсылман,
ассаламу алейкум немесе ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху деп амандасып, жылы жүзбен қарап, қолдан ұстаса, Алла Тағала осы екі мұсылман жасап жатқанын көріп, разы болып, Алла мәз болып, екі қолынан күнәлары жерге төгіледі дейді. Жасаған күнәлары төгіледі дейді. Осыны естіген Бара бин Азиб радиаллаху анху пайғамбардан көрді. Басқа сахабаларға да жасайды екен осылай. Мысалы, бұл Бара бин Азиб радиаллаху анху бір кісінің қасында отырады. Ол адам пайғамбарымыздың мұбарак жүзін қылыштың жүзіне ұқсатады. Сонда былай деп айтады, жаңағы Бара бин Азиб радиаллаху анхуның қасында отырған адам, пайғамбардың жүзі қылыштың жүзі сияқты, яғни жылтырайды деп осындай сөздерді айтады. Қылышқа ұқсатады пайғамбардың жүзін. Сол кезде Бара бин Азиб радиаллаху анху естіп қалып осы нәрсені, олай айтпаңыз дейді. Пайғамбардың мұбарак әдемі жүзін қылышқа ұқсатпаңыз. Қылыш ол суық қару, адам өлтіретін нәрсе, ол кесетін нәрсе, ол суық нәрсе. Сол үшін ондай нәрсені пайғамбарымыздың жүзіне ұқсату дұрыс емес дейді. Ол қателік дейді. Ал қандай нәрсе ұқсатайық дейді. Пайғамбарымыздың жүзін Лейлатул Бәдр деп айтылады. Айдың 14-15-і толған ай болады, дөп-дөңгелек болып ай. Сол толған айды дейді, әдемі айды дөп-дөңгелек болып тұрады. Сол пайғамбарымыздың жүзіне ұқсайды деп айтыңыз дейді. Осы қазір кітаптарды ашып қарасаңыздар, мысалы қазақша, орысша болсын, басқа тілдегі пайғамбар туралы айтылып жатқан хадистерде осы сөздер көп келеді. Лейлатул Бәдр дейді, толған ай сықылды дейді, жүзі пайғамбарымыздың, айдың 14-15-і дейді. Соны бастап ең бірінші айтқан кісі кім екен? Бара бин Азиб радиаллаху анху. Өте кішіпейіл адам болған, ұстаз адам өзі. Сабақ береді шәкірттеріне. Сонда шәкірттеріне сабақ беріп жатқан уақыттарында ұстаз бір сұрағымыз бар еді, жауабы қалай болады деп сұраса, өзі біліп тұрса да басқа адамдарға не қылады екен. Мысалы, өзі біліп тұрса да пәленше бір кісі бар, бір ұстаз бар, содан барып сұрап көріңізші деп айтады екен. Өзі біліп тұрса да. Мысалы, мен бір қате айтып қоярмын. Немесе білмей тұрса, білем деп айтпайды, білмей тұрса. Мысалы, бізден қазір сұраса, бір сұрақ бар еді. Қандай сұрақ? Сұрақты әлі бітірген жоқ қойып, біз уже пәтуасын беріп атамыз да, болады, болмайды, харам, халал, бар ма, бит, сөйт, пәтуаны беріп атамыз біз деген. Біз ұстаздар айтатын еді, бір нәрсені болады, болмайды деп айту үшін, бір нәрсеге харам, халал деп пәтуа беру үшін, енді харам, халал ол апашық белгілі, арақты оны айта аласың харам деп, Құранда айтылған. Бірақ кейбір нәрселер бар, умурун муташабихатун дейді бір риwayatта умурун муштабихатун, харам белгілі дейді, апашық. Халал белгілі апашық. Бірақ солардың арасында сондай бір нәрселер бар дейді пайғамбарымыз. Біле алмайсың дейді. Харам ба, халал ма ойланып қаласың, күмәнді. Біз соған да пәтуан беріп жатамыз ғой жаңағыдай. Бұл кісі күмәндан тұрса да, или біліп тұрса да, айтады екен, ана кісіден сұрай салыңызшы деп. Мысалы, кімге айтатын еді? Зейд бин Аркам радиаллаху анхудан сұраңдаршы деп соған жібереді екен. Ол менен жақсырақ біледі деп айтады екен. Көрдіңіз бе? Мынандай бір сөз бар. Адам сөйлемесе дейді, адам сөйлемесе, аузындағы сөздің хазайыны болады екен адам. Аузындағы сөздің хазайыны болады, сөйлемесе. Бірақ қашан сөйлейді бір нәрселерді айтып, ана сөз шықты ғой аузынан, ана сөз сіздің хазайыныңыз болады дейді. Білмейсіз де қайда барып беретін. Мысалы, анау болады, мынау болмайды, сен 4 қыл, 2 қыл, қайттан оқыма, бет сөйтті пәтуан бер жүрдің ба, ол кісі кетті сол пәтуамен, и оны танымасаң, вообще Аллаху акбар, қайдан табасың, оны ертең қайта айтып қойған болсаңыз мысалы. Сол үшін ғалым ғұламалар пәтуа беруден қорыққан. Не деп айтқан? Мысалы, ғалым ғұлама отыр ғой, мысалы, біледі, барасыз енді, пәтуа сұрайын деп. Ол кісі бүйтіп айтады екен. Бір кітап бар. Сол кітаптың 300 бірнәрсінші беті бар. Сол бетті аш, соның оң жағына қара, төмен жағынан сұрақтың жауабын табасын деп айтады екен. Бірақ өзі пәтуан бермейді. Түсіндіңіз бе? Қандай ғалым екен? Кітаптың атына дейін, бетіне дейін, түріне дейін бәрін айтып береді екен. Өзіңіз ашып қараңызшы деп. Сол сұрағыңызға жауап сол жерден табылады. Осылай айтқан ғалым ғұламалар. Енді соңғы айтып кететін бір нәрсеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынау Бара бин Азиб радиаллаху анху туралы былай дейді. Бұл кісінің дейді, дұғасы қабыл дейді. Мустаджаб мақбул. Алла бұл кісі дұға қылса
жүз дұғасын кері қайтармайды, қабыл қылып жібереді деп айтқан екен. Бұл сахаба басқа сахабалардың арасында көп әңгімесі жоқ, тыныш, тақуа, сабырлы, көп дауыс шығармайды, дыбысы жоқ, дыбыссыз сондай үндемей жүретін кісі екен. Бара бин Азиб радиаллаху анху. Бізде де болады арамызда сондай кісілер, жымиып қойып, күліп қойып жүре береді жаңағыдай. Қой аузынан шөп алмайды дейді. Бұл сондай кісі екен. Көп сөйлей бермейді. Бірақ пайғамбар айтты, бұл кісінің дұғасы 100% қабыл еді. Енді пайғамбар дүниеден өткеннен кейін бір соғыста сахабалар соғыс басталмайды. Тұрып, Бара бин Азибке жақындайды бәрі. Әлі соғыс басталған жоқ, ертең басталады соғыс. Сосын былай дейді, ей Бара дейді, радиаллаху анху, пайғамбар айтты ғой тірі кезінде, сіздің дұғаңыз қабыл деп айтқан еді, бір дұға қылыңызшы, ертеңгі соғысты жеңіп шығайық дейді. Сонда Бара радиаллаху анху қолын жайып былай дейді, я Алла дейді, ертең бізге сондай қыл, мына соғыс айынып тұрған, мына біздің алдымызда тұрған дұшпандар, кәпірлер, мүшриктер, мына имансыздар дейді, арттарын бізге көрсетіп қашсыншы дейді. Яғни ол не деген сөз? Жеңілсін деген сөз ғой. Және мені шәһид қылып алшы дейді. Осы дұғаны қылады. Аллаху акбар. Соғыс басталады. Бара бин Азиб радиаллаху анху дұғасы қабыл болады. Дұға қылғандай, дәл сол дұғасындай, жаңа кәпірлер ошым арттарын бұрып алады да, артын мұсылмандарға бір қашады ғой бәрі. Өлетін өліп, қалғандар қашады. Сонда шәһид болғандардың арасында кім бар екен? Бара бин Азиб радиаллаху анху сол соғыста шәһид болып кетеді. Көрдіңіз бе? Дұғасы қабыл. Өзі мәдиналық ансар 89-90 жастарында сол соғыста қайтыс болады, шәһид болады. Куфа деген жерде, бұл Ирактағы бір қала, Куфа қаласында жан тапсырады, сол жерде жерленеді. Бара бин Азиб радиаллаху анху. Енді хадис кімнен жетіп тұр екен? Осы кісіден жетіп тұр. Не дейді бұл кісі? Аз қалды. Анил Бара ибн Азиб радиаллаху анху яқул. Бара бин Азиб радиаллаху анхудан жеткен мына бір хадисте бұл сахаба былай дейді. Енді пайғамбарымыз айтайын деп жатыр. Көрді ғой енді. Қандай кісі екенін айтайын деп жатыр. Кәна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям раджулан марбуан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям орта бойлы кісі еді. Баидама байнал манкибайни. Пайғамбарымыз кең иықты болған дейді. Азимал жуммати. Шашы қалың болған. Жұқа болмаған пайғамбарымыз, шашы қалың болған. Шашының ұзындығы қай жерге жететін еді дейді? Бара бин Азиб радиаллаху анху былай дейді. Иля шахмати удунайхи. Шашының ұзындығы құлағының жұмсақтылығына дейін жететін еді. Яғни сырғалық деп айтады. Мына жұмсақтылық осыған дейін жететін еді дейді пайғамбарымыздың шашы. Енді нәсіп етсе, бұны осы оқып кетейік. Бұл қазір бірінші бап қой. Бұдан кейінгі екінші бап пайғамбарымыздың мөһірі туралы болады, печаты туралы пайғамбарлық. Үшінші бап пайғамбарымыздың шашы туралы болады. Имам Тирмизи рахметуллахи алейх кітабында сөйтіп бап қылып бөліп тоқталып кеткен ғой. Арнайы әдейі соған байланысты хадистерді жинаған. Үшінші бапта детальны дұрыстап тоқталамыз. Бұл жерде енді құлағының жұмсақтылығына дейін, сырғалыққа дейін жететін еді дейді ұзындылығы. Алейхи хуллатун хамра. Пайғамбарымыздың үстінде қызыл киімі болды дейді. Қызыл киімі болды. Бұл туралы да келесі дәріс нәсіп етсе, келесі сабақта бастаған уақытымызда осы жерге тоқталамыз. Ер адамға қызыл түсті киім киюге бола ма, болмай ма? Бола ма, болмай ма, жамағат? Уже сразу пәтуа беріп жатсыздар, не айтып жатыр жаңадан бері? Тыңдап отырсыздар ма? Ағалар, бауырлар. Сразу болмайды деп пәтуа бердіңіздер. Мен айтып үлгерген жоқпын уже. Сол үшін білмеймін деп айтады екен бұрынғылар. Білмеймін. Білім иелерінен сұраңыздаршы, мен білмеймін. Нисфул илми ла адри дейді. Бүкіл ілімнің жартысы білмеймін деген сөзде тұрады дейді. Білмеймін. Бұрынғы ғалымдар білмеймін деген зікір салады екен. Білмеймін деген зікір болады екен. Бізге керісінше ғой, білем, сұрасын, қашан келеді, жамағат аз ғой, көбейсін, сұрасын. Жүрейін тиктокта, атам шығып деп мысалы. Келесі сабақта осы туралы айтамыз. 4 мазғаб бойынша қозғаймыз Құдай қаласа. Қазір уақыт жоқ енді. Ма раайту шай'ан қатту ахсана минху. Бара бин Азиб радиаллаху анху сөзін былай жалғастырып жатыр. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сияқты сұлу жанды ешқашан көрмегем дейді. Соңғы бір хадис.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه نجد حديثه علي صحابة رضي الله عنه بلديد لم يكن النبي بالطويل ولا بالقصير Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам өте аласа бойлы да болған жоқ, ұзын бойлы да болған жоқ, орта бойлы болды. Көрдіңіз бе? 3 сахаба да осыны айтып жатыр. Шатнул каффайни вал қадамайни Пайғамбарымыздың аяғы мен қолы жуан болған. Аяғы мен қолы жуан болған дейді. Яғни суставтары жуандау болған дейді Пайғамбарымыздың. Дохмур раси басы үлкен болған. Және дохмул каради сүйектері ірі болған. Яғни бұл мынандай нәрсе емес. Бұлай ойлап қалмаңыз, басы үлкен болып, денесі кішкентай болып қалды ма? Олай емес. Денесіне сай, жаңа айттық қой, кең иықты болған. Идеальный болған ғой, 100%, күшті жаратылған, әдемі жаратылған. Бұл жерде бас үлкен қандай нәрсеге белгі? Докторлар айтады, бір адам басы үлкен болса, демек оның миы үлкен, басы жақсы жасайды, жаттау қабілеті жақсы, ол мықты деген сөз екен. Чем кішкентайында басқа қарағанда. Үлкен болған жақсы. Тауилул масрубати Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам кеудесінің жоғары жағынан бастап кіндігіне дейін ұзынан сызылған, созылып жатқан жіңішке шаштары бар еді дейді. Али радиаллаху анху айтады. Мына жерден бастайды екен де кіндігіне дейін түп түзу бетіп жіп-жіңішке сызылып жатқан шаштары болды дейді Пайғамбарымыздың. Ида маша такаффа такаффуан кааннама янхатту мин сабаб Пайғамбарымыз жүрген уақытта жаңа айттық, асығып тезсіз жүретін еді, немесе теңселмей түзу баратын еді, баратын жеріне аяғы нық басатын еді, сүйретіп жүрмейтін еді. Және биік бір жерден, немесе таудан, биік бір жерден, төбеден, төмен қарата түсіп келе жатқан адам сияқты жүретін еді дейді. Бұл ненің мағынасы? Яғни тез жүреді деген сөз ғой. Баратын жеріне барады. Бетіп жүрмейді жаңағыдай. Былшырақ адамдар сияқты. Жаңағыдай анда сүйретіліп, мында кетіп бара жатырып, анда бұрылып кетеді, сосын 2 сағат ойланады, қайда шығып едім мен деп. Білмейді қайда кетіп жатқанын. Жоқ, ондай емес. Пайғамбарымыз барады және тез барып жұмысын шаруасын бітіретін еді. Лам ара қаблаху ва ла ба'даху мислаху. Енді Али радиаллаху анху айтып жатыр. Біз де бұны айтамыз. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламға дейін және одан кейін ол сияқты сұлу, әдемі жан көрген емеспін дейді Али радиаллаху анху. Бізде ондай әдемі жанды Пайғамбарымыздан басқа таныған емеспіз. Ең әдемісі, ең сұлу, ең әдемі түрде жаратылған адамдан үшін ең ұлығы пайғамбарлардың пайғамбары Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам. Алланың салауаты мен сәлемі болсын пайғамбарымызға. Әлхамдулилля, сол пайғамбардың үмметіміз. Алла разы болсын баршаңыздан. Алла тағала қалай осы жерге міне Алла үшін, пайғамбар үшін міне сұхбат тыңдайық, дәріс тыңдайық, бір нәрсе үйренейік, білетін нәрсемізді қайталайық. Имам Азам Абу Ханифа радиаллаху анхудан сұраған ғой, сіз қалай бұл дәрежеге жеттіңіз, қалай бұндай имам болдыңыз десе, мен ұстазымнан дейді, бір мәселені 1000 рет естіген болсам да, сол ұстазым 1001 рет айтайын деп жатса, тағы да адамдар жинап сол мәселені тағы қозғайын деп жатса, мен бірінші рет естіп жатқан адам сияқты тыңдайтын бетпейді. 1000 рет тыңдасам да. Көрдіңіз, солай имам болды. Ғалым улама, сондай ғалым уламалар болды. Сол үшін осы жерге келіп жатсыздар. Алла нәсіп етсін. Жұмақта да, жәннатта да, пейіште де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бірге сол жерде отырып, пайғамбарымыздың мұбарак жүзін көруімізге Алла баршамызға жазсын иншалла. Бұл жерден бер жағын оқып отырмыз ғой енді. Енді шынайы былай живой көру басқаша ғой. Алла нәсіп етсін. Енді ол жаққа дейін, ол жұмаққа дейін дұға қылайық, ең болмаса түсімізде көрейік пайғамбарымызды. Пайғамбар айтты ғой: "Мен раани фил манами фақад раани, фа инна шайтана ла ятамассалу фи сурати." Кімде-кім мені түсінде көрген болса, ол шындығында расында мені көрген болып есептеледі. Ал шайтан менің бейнеме кіре алмайды дейді. Сол үшін түсіңізде пайғамбарды көрдіңіз бе, ол расында шынымен ол пайғамбар. Ал шайтан пайғамбардан бөлек басқа адамдар болып келе беру мүмкін. Сол үшін түстің 99% шайтани болады. 1% рухани шын түстер бар. Енді пайғамбар хадисін айтып жатыр. Менің бейнеме кіре алмайды дейді. Ал шайтан мысалы былай айта ала ма? Түсіңізде бір кісіні көрдіңіз,
мен Мұхаммедпін дейді, саллаллаху алейхи вассалам. Әкемнің аты Абдулла дейді. Осылай сізге айтып тұр түсіңізде. Ол пайғамбар ма, пайғамбар емес пе? Әкем Абдулла дейді, атым Мұхаммед дейді, саллаллаху алейхи вассалам. Меккеде өмір сүрдім 13 жыл, Мәдинаға көштім. Осылай бәрін айтып берді сізге. Сенесіз бе, сенбейсіз бе? Білмейсіз дейді, Алла разы болсын. Ештеңе. Осыны айтайық, сосын намазымызды оқиық. Көп уақыттарыңызды алып қойған шығармыз, кешіресіздер енді. Қараңыздар, пайғамбарымыз хадисін не деп айтып жатыр? Менің бейнеме кіре алмайды дейді. Менің бейнеме кіре алмайды дейді. Бірақ шайтан басқа адамның бейнесіне кіріп пайғамбарымды айта алады. Сол үшін алданып қалмайық. А оның пайғамбар екен, пайғамбар емес екен қайдан танимыз? Міне, осы кітаптан. Біз соны оқып отырмыз қой. Жүзі мынандай еді, шашы мынандай еді, бойы мынандай еді. Сіз мынаны оқысаңыз, бітірсеңіз, нәсіп етсін, иншалла. Бітірейік бәріміз оқып. Түсіңізде мен пайғамбарымды келіп тұрса, дұрыстап тұрып қарайсыз. Тоқта. Бір көзі қисық болса, бір аяғы қисық болса, қайда сен пайғамбар емессің деп айтасыз да. Қанша мен пайғамбарым деп тұрса да. Себебі ол шайтан пайғамбардың бейнесіне кіре алмайды, бірақ басқа адам бейнесіне кіріп, Мұхаммедпін деп айта алады, саллаллаху алейхи вассалам. Сол үшін көп адамдар қазір жоқ, мысалы, түсімде пайғамбарды көрдім, маған бүйтті, сөйтті, намаз оқыма деп айтты дейді, мысалы. Сен әулиесің, Түркістаннан шыққан пайғамбарсың, соңғы деп жаңағыдай. Алданып қалмаңыздар. Сол үшін мына кітап оқылу керек па екен? Керек. Әр үйде тұру керек және. Шан-шан болып емес, ашылып тұру керек дейді, оқылып. Қазақша шығып жатыр дейді, Алла разы болсын. Оны да оқысаңыздар да болады, қосымша. Енді бұл жерде жоқ нәрсені мұнда жазып, басқа кітаптардан әкеліп айтып жатыр ғой сіздерге. Мысалы, Бара бин Азиб, Анас бин Малик радиаллаху анху аджмаин, Алла баршасынан разы болсын. Ол туралы, ол кісілер туралы ақпарат мына жерде жазылмаған. Просто кете береді бүйтіп. Қазақшада оны таба алмайсыздар. Сол үшін біз қосымша тағы кітаптардан әкеліп сіздерге не қылып отырмыз ғой. Тек жұту ғана қалып тұр ғой енді. Алла нәсіп етсін иншалла, осы кітапты аман есен тауысып, тамамдап, абыроймен аяқтап шығуға Алла баршамызға жазсын. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфиру ва атубу илейк. تقبل منا بحرمة طه وياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. نماز